Мен Жамбыл облысы Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылы номері 19-шы Дінмұхамед Қонаев атындағы мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Абдикаримова Әлия Сатынбекқызы. 5-ші сынып қазақ тілі пәні. Сабақтың тақырыбы Алматыға саяхат. Оқу мақсаттары: ауызекі стилдегі мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстыру. Сюжетті суреттердің фотосуреттер желісі бойынша әңгіме құрастыру. Бағалау критерийі: мәтіндердің мазмұнын, тақырыбын және тілдік құралдарын салыстырады. Суреттердің желісі бойынша әңгіме құрастыра алады. Ой шақыру: сабақтың тақырыбын болжау үшін мынадай сұрақтар қоямын. Бірінші сұрақ: Қазақстанның ең ірі қаласы қай қала? Екінші сұрақ: еліміздің бұрынғы астанасы қалай аталған? Үшінші сұрақ: Медеу мұз айдыны қай қалада орналасқан? Бірінші тапсырма: бейне жазбаны көру.
Бейне жазбаны көріп болғаннан кейін сұрақ-жауап әдісі арқылы мына сұрақтарды қоямын. Алматы қаласының іргесі қай ғасырда қаланған? Бүгінде Алматы қандай қала? Алматы қаласы несімен ерекшеленеді? Екінші тапсырма. Мәтінді оқып, тақырып қойыңдар. Үшінші тапсырма. Вен диаграммасы әдісі оқыған мәтін мен тыңдалым мәтінін салыстырыңдар. Төртінші тапсырма. Суретке қарап, әңгіме құрастырыңдар. Үйге тапсырма. Алматы қазақ мәдениетінің қара шаңырағы деген тақырыпта ой толғау жазыңдар.